Садха тақтайына тұрып жаттығу Бхишма есімді тарихи тұлғаға деген сенімнен бастау алады. Жер бетіндегі Құдайдың бейнесі болып есептелетін Бхишма соғыстардың бірінде көптеген садақ оқтары қадалып, денесі жерге тимей, садақ оқтары қадалған күйі 58 күн бойы жатады. Осылай өмірін ұзартады. Осыдан келіп шегеге жату үрдісі төзімділік пен рухани тазарудың символы ретінде йога сенімінде қалыптасады. Йога сенімінде оны рухани бір деңгей ретінде көреді. Садханың мағынасы да киелі әулие деген мағынаны білдіреді. Садха тақтайшасына тұрудың денсаулық пайдасы дәстүрлі медицинада дәлелденбеген. Кейбір дәрігер мамандар садха терапиясын арнайы бір емдеу тәсілі ретінде қарастыруға қарсы. Керісінше арнайы мамандардың қадағалауынсыз жасау денсаулыққа зиянын тигізуі мүмкін. Шариғи тұрғыдан алғанда, исламда екі түрлі емделу жолы бар. Біріншісі дәстүрлі медицина, екіншісі Құранда келген сүрелер мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келген дұғалар арқылы емделу. Садха тақтайына тұрудың емдік қасиеті бар екендігі дәстүрлі медицинада дәлелденбегендіктен, оның пайдасы бар екендігі де күмәнді. Және де садха тақтайына тұру белгілі бір ауруды емдегеннен көрі ол адамның эмоционалды жағдайын реттеуші құрал ретінде қарастырады. Альтернатива ретінде дәстүрлі дінімізде де адамның ішкі жан дүниесін тыныштандыратын тәсілдер реттелгені белгілі. Мысалға намаз оқу, Құран оқу, Алланы еске алу, ораза ұстау, бұлардың барлығы тек қана құлшылық қана емес, адамның азығы ретінде ғана да есептеледі. Анағын Алла біледі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.